Сәлем, каналымға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дастарханның сәнін келтіретін бауырсақтар әзірлейміз. Іші тартылып пісетін, 2-3 күн өтсе де жұмсақ болып тұратын бауырсақтар. Алдымен бір ас қасық шекердің үстіне бір ас қасық ашытқымызды саламыз. Жылы су құйып, ашытқы мен шекеріміз ерігенге дейін араластырамыз. Көтерілу үшін үстін жауып 10-15 минутқа қойып қоямыз. Ұнның үстіне бір тұқымды сындырамыз. 2 ас қасық майонез саламыз. Көтерілген ашытқымызды құямыз. Жарты ас қасық тұз салып, қолымызбен барлық ингредиенттерді ерітіп араластырамыз. 1 стакан жылы сүт құямыз. Ұнды шетінен жайлап аламыз. 1 стакан жылы су құямыз. Біздің қамырымыз жабысқақ, тесто болу керек. Нанның қамырына ұқсап, қалың қамыр жасамаймыз. Қанша жұмсақ істесеңіздер, сіздің қамырыңыз көтеріліп, жұмсақ болып шығады. Міне осындай тесто шығу керек. Үстін стрич пакетпен жауып, 1-1,5 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Міне қамырымыз ашыды. Оның көмегімен қамырымызды аламыз. Қамырымызды 2 бөлікке бөлеміз. Суалат жасап, үстін жауып 10-15 минутқа демалдырамыз. Оның көмегімен қамырымызды жаямыз. Қамырымызды ашамыз. Өте қалың немесе өте жұқа істемеңіздер. Жұқа істесеңіздер қамырыңыз қытырлақ болып кетеді. Қалың істесеңіздер іші көтеріліп піспейді. Орташа қалыңдықта осындай стаканның көмегімен форма шығарамыз. Үстін жауып 10-15 минут демалдырамыз. Сол кезде тестамыз 2 есе ұлғайып, жұмсарады. Тапаға 1 литр сұйық май құямыз. Ысып тұрған майдың ішіне бауырсақтарымызды саламыз. Қызарған беттерін айналдырып отырамыз. Осындай домалақ, пышный бауырсақтар шығады. Майлықтың үстіне барлық бауырсақтарымызды шығарып аламыз. Міне менің бауырсақтарым дайын. Өте керемет рецепт. Дайындап көруіңізге кеңес беремін. Іші тартылып пісетін үлпілдек, жұмсақ бауырсақтар. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.